Қазақстанға арналған бухгалтерия 3065 релизінен бастап, бухгалтерлік есептің жедел тексеруіне жаңа ереже қосылды. НДС бойынша міндетті тіркеу үшін айналым шегінен асып кетуді бақылау. Тексеру НДС төлеушілері болып табылмайтын ұйымдар үшін ғана қолжетімді. Жедел тексеруді ашамыз. Настройкаға өтеміз. Бұл тексеру регламентті операциялар бөлімінде орналасқан. Асып кетуді бақылау. Көрсеткіш ретінде шекті мән теңгеде белгіленеді. Әдетте ол 20 000 АЕК. Біз соманы өзіміздің қалауымыз бойынша өзгерте аламыз. Мысалға, осы мәнге жақындап қалғанымызды көру үшін соманы кішкене азайта аламыз. 75 миллион теңге қояйық. Тексеруді орындаймыз. Тексеру қатемізді көрсетті. Біз 500 000 теңгеге қойылған мәнімізден асып кеттік, және бізде кәсіпорнымыздың алдағы жұмысын үйлестіруге әлі уақыт қалады.